Бір миллиардер адам дүниеге әбден мастанып, Құдайың маған не істей алады? Ауру береме берсін, бүйрегімді ауыртса, оны ауыстырам. Жүректі де ауыстыра салуға болады мына заманда. Ақшаң болса болды. Ендеше Құдайың мен боламын деп әбден лепіреді. Сөйтіп бір күні үлкен, қалың сейфінің ішіне кіріп, ақшасын санап отырғанда кенеттен сейф есігі жабылып қалады. Кодпен ашылатын ол итіңнің тілін өзі ғана білетін. Сейфтің қалыңдығы сонша, оның ішіндегі тұншыққан дауыс сыртқа шықпайтын көрінеді. Сонымен қыруар ақшасының ортасында бір жұтым ауаға зар болып, бейшара миллиардер ажал құшады. Сонша дүниесі, байлығы оның жанын құтқарып қала алмады. Өлімде тұрған ештеңе жоқ. Өлімнен кейінгі жағдайын айтсаңызшы. Түйін, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Сол себепті әрдайым жақсы сөз сөйлеп жүруге тырысайық.